Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Ұстаз платформанда хатшының жұмысы қалай деген сұрақтарға жауап жіберейін. Хатшы өзінің электрондық цифрлық кілтіменен ұстаз платформасына кіреді, комиссия деген батырманы басады, мекеменің аты шығады, мекеменің атауын басқан уақытта комиссия мүшелері шығады. Комиссия мүшелері керек емес, аттестаттау парақтарына келеді. Егер де комиссия мүшелері толық қол қойса, хатшының алдында аттестаттау парақтары жоқ деген жазба шығады. Содан кейін хаттамаға басады батырманы. Хаттамаға келген уақытта хатшының қолын күтеді деп тұрады хатшыға. Хатшы, сіздерде ол бір ғана хаттама болуы мүмкін. Бізде өтініш берген адам көп болғандықтан біз 3 күн қарастырдық, сондықтан бізде 3 хаттама шығып тұр. Яғни хаттаманың күнін басқан уақытта, мінекей, кім сол күні өтініштер қаралды, сол мұғалімдер шығады. Осы жерде қол қою деген батырманы басады. Сіз шынымен қол қойғыңыз келе ме дейді. Иә дейді да, өзінің электрондық цифрлық кілті арқылы қолын қояды. Хатшыға мүшелердің немесе аттестатталушы мұғалімдердің жұмысын қарап керек емес. Өйткені ол комиссия мүшесі болып саналмайды. Хатшының міндеті соңғы шыққан шешімге қол қою. Хатшы қолын қояды. Болды, мінекей, аяқталды деген сөз шығады. Енді осыдан кейін қандай әрекетке барамыз? Осыдан кейін әріптестер хатшы қолын қойып аяқтағаннан кейін мына жерде жоғары жағында қарасаңыздар, хаттамаларды жүктеп алу дейді. Осы батырманы басасыздар. Педагогтар, мектеп береді, педагог модератор санатын. Сондықтан педагогтар деген батырманы тағы да басамыз. Мінекей хаттамаларыңыз жүктеліп алынды. Хаттаманы папкада қарау деп басамыз да, хаттаманы ашып қарайық. Мінекей қарасаңыздар, комиссия отырысының хаттамасы 20 май қорытындысы бойынша мәлімделген біліктілік санатына сәйкес келеді дейді. Болды. Осы хаттаманың қорытындысын шығарып аламыз да, мектеп директорына бұйрыққа деп қол қойдырып, кадр бөліміне береміз. Кадр бөлімі педагог, модератор санаты берілсін деп бұйрық шығарады. Сол бұйрықтың негізінде аттестатталушы мұғалімдерге куәлік жасап беретін боламыз. Куәлікті берген уақытта сіздерде бұл мемлекеттік қызмет, сондықтан да біліктілік санаттарын беру, растау туралы куәліктерді тіркеу, беру журналды деген журналдарыңыз бар. Ол бұған дейін де болған бізде. Мен мысалы 2019 жыл бастап қойдым. Міне осы журналдарыңызға аласыздар да, куәлікті кімге бердіңіздер, қай уақытта бердіңіздер, өтінішті қай кезде қабылдадыңыздар деп, және сол алған адамның алғандығын растап, қолын қойдырып аласыздар. Болды.